Бәріңіз білетіндей, Аида кеше Нұрдәулеттің анасы шақырғаннан кейін Алматыға келді. Және Нұрдәулеттің анасы мұғалім болып істейтінін білесіздер ғой. Нұрдәулеттің анасы істейтін мектепке келіп, өзінің өнерлерін көрсетіп, Нұрдәулеттің анасын құттықтап кетті. Ал Нұрдәулет пен Аиданың қарым-қатынасына келетін болсақ, анасының сөзіне сүйене отырып, екеуі татуласып кеткенін айтады. Бірақ бұрынғыдай араласпайды дейді анасы. Нұрдәулеттің анасы Аиданың көзінше Аидадан айырылып қалма, ол жақсы қыз деді. Нұрдәулеттің анасы мен әкесі. Нұрдәулет ата-анасының сөзін тыңдайды. Достор, қайырлы түн. Мен гиф өткізіп жатқанын ұмытып қалған жоқсыздар бы? Гимге 8.000-ден 10.000-ге чейінгі живой подписчик керек болса, күшті охват, статистика керек болса, же бір өзіңіздің бизнес аккаунтыңызды дағы да олса өршіткіңіз келсе, анда ушул WhatsApp ссылка арқылы өтіп жазып спонсор болсаңыздар болады. Дағы да олса ақырқы орындар қалды спонсорларға. Бұйырса жақынғы күндері старт береміз, ошол себептен жазып жетишип калыңыздар, орындар чектелүү. Кеттик. Вы часто у меня спрашиваете, как я держу форму, и вы знаете, без поддержки было бы очень сложно. Хочу поделиться с вами. Я нашла БАДы, которые сжигают лишние калории. Вы за один курс можете похудеть до 8 килограмм, представляете? И специально я для вас оставлю ссылку, переходите по ссылке и заказывайте оригиналы только у них. Так что заказывайте и худейте вместе с нами. Қайырлы күн, құрметті достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі ұстаздар күні құтты болсын баршамызға. Өзімде негізі мұғаліммін, өзімде ұстазбын, өзімде шәкірт тәрбиелегем кезінде деген сияқты ғой. Сондықтан менің де мерекем, менің де бұл мейрамым, сондықтан мен де құттықтап қойсаңыздар болады. Енді біз кезінде өзіміз студент болған кезде, оқушы болған кезде ұстаздарымызды бағаламаппыз. Шынымен де, егер де қазір оқып жатсаңыз, студент болсаңыз, оқушы болсаңыз, мұғалімдеріңізден барлық білімдерін алып алыңыздар. Барлық білімді суырып алыңыздар өзіңізге. Өйткені ол кейіннен өкінесіздер, кейіннен білім алмай қалғаныңызға шынымен де бір қап деп қаласыз да. Сол үшін ұстаздарды бағалайық, ұстаздар күні тағы да құтты болсын дейміз. Мені де құттықтап қойсаңыздар болады жазып. Садикке апарып алып келу қалдырмайшы. Соның өзі бір бөлек бір жұмыс қойшы. Азан сағат 9-дарда апарасын, кешкі сағат 5:30-5-те алып қайтасын. Өзіміздің любимый садигіміз. Қазір кіріп кетті Айжан мен Амир. Бөлек бір жұмыс бұның өзі. Тем более біздің үйіміз мынау садиктен 10 километр жерде. Күніге азында машинамен келеміз, күнде машинамен келіп кетеміз. Оған бөлек уақыт бөлесің. Сондай екен ғой бұл, Бәкісі біздің көрермен екен. Бірнеше батыр деміздер. Жылы кейін падар деді. Рахмет. Өзіңіз қай жақтықсыз? Мен Шымкент. Жерлесіңіз екен ғой? Біз мына жерде садигіміз бар ғой. Мына жерде кісі осы кісі мына шлагбаумға жауап береді. Постоянно өтеміз, енді көрген ғой. Сол Асаматайда мына жақта не аламын деп. Да? Ана күйеуі келген соң сөйлесек. Немеремді өзім жаныма алып алдым. Өзім қарап жатырмын, әжесінің баласы болып жатыр. Ана келін қай бір жетісіп қарайды дейсің. Телефон бере салады құрғыр. Бұл миы ашып отырады, сол телефонмен. Біздің кезімізде ондай болған жоқ қой. Содан кейін ешқандай аурудың да түрін білмедік, естемедік те. Қазір заманын білмеймін, әйтеуір жастарып еріншек қой. Біз өпірген құрсын. Қалай жаным жүр ғой, әйтеуір. Көз қуанышым болып жүр ғой. Ана келін деген балада басқаша еді. Қыз туам деп енді екінші балада тыраштанып ойбай, мен бір анекі істеймін, сондай бір коляска бар екен, соны колясканы обязательно аламын деп ана балам миына ашып жатқан жоқ па. Ол коляска деген 450 мың теңге тұрады екен ғой. Мен не қыласың деймін да, өзіміз кезінде 6 баланы сол коляска сияқты бақтық қақты өсірдік қой. Өлген жоқпыз. Сол айтып жатырмын. Футболға қызықпайтынмын. Осы Қайрат Селтикте отқаннан кейін, Реал келеді дегеннен кейін прям андай қатты интересно болып кетті да. Бәрі шулап кеткеннен кейін, тем более. Вот кешегі ойыннан кейін менің футболға деген интересім күшті, прям полный информация білгім келеді. Барлық команда туралы, ойыншылар туралы қазір ақырындап зерттеп жатырмын. И инстаграмнан бәрін қараймын ғой, ойыншыларды ше. Интересно, бәрі футбол болып кеткен ғой. Ректің бәрі футбол.
и ойлаңыздаршы түсімде футбол туралы бір нәрселер көргем и оянған кезде ойыншыларды іздеп жатырмын. Ол қаяқта жаңағынан жүреді ғой жанында деп ше. Татып от түсіме кіріп отыр ғой. Мә, қиял екен ғой мен. Сразу айтайын, мұрным бітіп жатыр. Мән бермеңіздер, мұрныммен сөйлесем. Студиядан шықтық. Алдында бір би үйреніп жүредім ғой, сол биді бүгін түсіріп тастадық. Бағана билеп жатып жылап қалдым. Уборныйға барып көзім жасын сүртіп, тез-тез өз-өзіме келіп. Неге жылап қалды десеңіздер, мен кәдімгідей көңілшек болып кетіппін. Адамдардың сөздері кәдімгідей давить етіп жібереді екен. Сөйтіп, таңертең ерте тұрып, кеш ұйықтағаным бар, сонымен шаршап тұрғаным бар. Сонымен движение қайта-қайта ұмытып қалып, әрең түсіп, сонымен қалай шыққан білмеймін енді. Сондай болды жалпы. Мұрным бітіп жатыр, анда аллергия ма, неден екенін білмеймін ше. Сіздерде де сондай болып жатыр ма? Аллергия ма? Басталды ма уже? Менде вроде көктемде басталатын еді, білмеймін қазір. Или ауырайын деп